Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Алдында 2 күнде құйылған фундаменттің нәтижесі. Апалқасын шешіп қойған екен балалар. Теп-тегіс, жып-жылтыр. Фундаменттің сыртын қаптаймын деп жүрмесеңіздер де болады. Жалғанған жерлерін қап-қыр жіберіп, қалаған светке бояп қойсаңыздар да болады. Ортадағы перегородкілері мынадай қоңыр фанерді сатып алып, соны кәсіп қылып фундамент құйып жүрген жігіт. 4-5 жылдық тәжірибесі бар осы фундаменттегі. Түзулігі түп-түзу. Сымдар қалып қояды, енді ортасында байлаған сымдар апалып күні. Сыртынан тағы көрсетем. Арт жағы қалай шықты екен. Арты да осылай теп-тегіс. Бір сызық бойында. Жібін тартып, бетінің нөлі де, қазір көрсетейін, бетінің нөлі де теп-тегіс. Вадимный урыбыменен мына бұрышты ана бұрышқа атқан кезде теп-тегіс шығып тұр. Мына хозяинның берген планына қарай фундамент құйып береді. Осылай бөлу керек болса бөліп те береді. Бетонның кубына қарай құятын жұмысының ақшасы шығады. Іші де былайынан шыққан, мінекей. Теп-тегіс, түзу. Видео ұнаса лайк басыңыздар, таратыңыздар. Фундамент құйғызам деп жүрген сіздерге лайк басыңыздар. Комментарий жазыңыздар, қандай стройканың қай жерін видеоға түсірейін. Сонда жаза отырамыз комментарийға астында. Мынадай колонналарға арматура қалдырып беріп кетеді. Кейін жан-жағына кіріп шығып, бетон құя бересіздер. Бәрі бұрышта бар, ортада бар. Газоволокпен өретін болған соң бәрі жерлеріне қалдырған дұрыс. Көрші үйдегідей.